Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз балалар қатты жақсы көретін, ерекше жақсы көретін алма қораз, яғни алма қант жасайтын боламыз. Бізге осындай шпажкілер қажет болады, және де алмалар қажет болатын болады. Ең алдыменен суымызға молынан қантымызды қосатын боламыз. Осылай араластырып, краситель, яғни краска қосатын боламыз, тортқа қосатын. Осылай қосып, міндетті түрде араластырып тұратын боламыз. Мінекей, өзі осылай құри бастайды, сол кезде дайын болады. Енді шпажкілерімізді алмаларымызға қадаймыз. Барлығына қадап шығатын боламыз. Мінекей, енді жаңағы қоспамызға малып, аунатып шығатын боламыз. Қантымызды молынан қоссақ тіптен жақсы болады, бірақ біз олай қалаған жоқпыз. Сондықтан қантымызды аздау қосқан болатынбыз. Мінекей дайын, енді салқын жерге қойып қоямыз. Міне біздің алма қораздарымыз дайын. Осылай керемет, тәтті болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Балаларыңызға сыйлап, қуантып алыңыздар, ас болсын.